атым Данияр, мен 5-тем. Менің атым Аяру, менің жасым 5-те. Аяру, Данияр, бұл гүлдің сарғаюы, бұл гүлге тыңайтқыш жетіспейді. Гүлге тыңайтқыш болу үшін кез келген заттардан емес, мысалы, қойдың жүнінен тыңайтқыштар жасауға болады. Ал балалар, мен бүгін сіздермен гүлді тыңайтқышқа бай ету үшін зертханалық жұмыс жасағым келіп тұр. Олай болса, зерттеуімізді бастауға дайынбыз ба? Ал кеттік. Олай болса, бүгін біз қой қырқымға және де гүлімізді тыңайтқыш ретінде пайдалануға іске кірісейік, жақсы ма? Жақсы. Әпке, біз қандай тырнашты қатысып? Балалар, біз гүлге қандай тыңайтқыш пайдалануымыз керек екенін Данияр ғаламтордан іздеуге басын көтеріп отыр. Кәнекей ғаламтордан іздейік. Ал ендеше қараңдаршы, мына ғаламторда қой қырқымнан, яғни қойдың жүнінен ғаламторда тыңайтқышты пайдалануға болады делінген. Олай болса, біз қой қырқуға барайық, иә? Кеттік ендеше, қой қырқуға барып қайтайық. Балалар, біз қойды қырқуға келдік. Қараңдаршы балалар, мына жақта қандай жануарлар екен? Күшті ма, Данияр? Ал олай болса, біз де қаналық жұмысымызды бастамас бұрын қойларымызға барайық. Кеттік ендеше. Ал балалар, біз 4 түліктің бірі қойға келдік. Қазір осы қойдың жүнінен біз тыңайтқыш алу арқылы тобымызға барып, зертханалық жұмысымызды жасаймыз, иә балалар? Олай болса, қазір біз қойдың жүнін алып, сол тыңайтқышымызды пайдаланамыз. Кәнекей, олай болса, іске кірісейік. Ал балалар, қараңдар, біз қойдың жүнін алдық, иә? Енді осы қойдың жүні арқылы біз зертханалық жұмысымызды бастайды екенбіз. Олай болса, қазір балабақшамызға барып, осы қойдың жүні арқылы тыңайтқыштарды жасаймыз, иә? Ал кәнекей, олай болса, мынау қойдың жүнін алып, тобымызға аттанайық. Кеттік әзірше. Кеттік. Балалар, бұл не екен? Қойдың жүні. Жарайсыңдар, қойдың жүні. Біз қырықтықтан қойдың жүнін алып келдік, иә? Оны жудық, кептірдік. Енді гүлімізге тыңайтқыш ретінде пайдаланайық. Ал олай болса, осы қойдың жүнін тыңайтқыш ретінде пайдалану үшін жақсылап қырқамыз. Жақсылап қырқыңдар, иә? Тыңайтқышқа сіңімді болу үшін жақсылап қырқады екенбіз. Қырқамыз. Әпке, біз бұл гүлді естемеп жатыр? Аяру, Данияр, бұл гүл тыңайтқышы өте аз және құнарсыз болғандықтан топырағын ауыстырып жаңа топыраққа және де қой қырқымнан келген жүнімізді осы жерге салып тыңайтқышқа байытамыз. Сол себепті қазір біз топырағын ауыстырып қой жүнін саламыз. Тапқырамыз, мінекей, мына топырағын қазір ауыстырамыз, иә? Қазір мен аяғынан былай алып алайын бірінші. Көрдіңдер ме балалар? Тыңайтқышы не істеп қалған? Суылып қалған екен. Ал осыны қазір ауыстырамыз. Көрдіңдер ме? Тыңайтқышы өте аз болғандықтан әлсізденіп, түбі құрғап кеткен екен. Міне қараңдаршы. Мінекей балалар, түбі құрғап кеткен екен. Енді осыны тыңайтқышқа байыту үшін біз мына жүнді, қойдың жүнін және жаңадан топырақты пайдаланамыз. Жапырақтары сарғаймай, әдемі болып өсуіне кепіл береміз, иә? Балалар, біз бүгінгі зертханада не істедік, Данияр? Айта қойшы, қай жерге барып, қандай тыңайтқыштар алдық? Қой қырқымға. Жарайсыздар. Сендерге ұнады ма бұл зертханалық жұмыс? Жарайсыздар, тамаша. Ал олай болса, біз табиғатымызды аялап, мына гүлдерімізге тыңайтқыш ретінде витаминдерін беріп, нәрлендіріп, әрдайым осы табиғатымызды аялауға ат салысайық, иә? Жарайсыздар, балалар. Бүгінгі зертханалық жұмыс бізге ұнады ма? Жақсы. Олай болса, бүгінгі зертханалық жұмысымыз осымен аяқталды.